Норвегия құрамасы шаңғышыларының көбісі демікпеге шалдыққан. Бұл туралы команда дәрігері Петтер Ульберг мәлімдеді деп жазады норвегиялық VG Sporten басылымы. Команда ойыншыларының көбісі демікпемен ауырады. Әрқайсысының ауруы түрліше. Мәселен, кейбіріне ингалятор керек емес. Қанша адамның сырқат екенін санап бере алмасам да, құрама мүшелерінің 50-70% осы тыныс жолы дертіне шалдыққан. Дейді Ульберг. Былтыр жазда норвегиялық шаңғышы Мартин Сундбюдің ағзасында сальбутамол мөлшері шектен тыс көп екендігі анықталды. Сундбюдің сағын сындырған сол оқиғадан кейін кейбір мемлекеттер ВАДАдан норвегиялық астматиктерге шара алуын сұрады. Мұнымен келіскен агенттік қыркүйек айында құрамында сальбутамолы бар дәріні қолдану тәртібін күшейтті. Енді биылғы жылдың 1 қаңтарынан бастап спортшылар жарыс басталардан 5 сағат бұрын осы дәрінің 3 дозасын ғана қабылдай алады. Мэнни Пакьяо мен Амир Хан ақыры жұдырық түйістіруге бел байлады. Мен және менің командам Мэнни Пакьяо мен кездесу өткізуге келістік деп асыға мәлімдеген Хан боксер қауымды бір қуантып тастады. Ал Пакьяо Твиттердегі парақшасында бұлай деп жазды. Пакьяо мен Ханның командалары 23 сәуір күні жекпе-жек өткізу туралы келіссөзді аяқтады. Бәрі де жанкүйерлердің қалағанындай болады. Бұған дейін Мэнни Пакьяо қоштасу турнесін Брисбенде Джефф Хорнмен өткізеді делінген еді. Кейін филиппиндіктің командасы бұл ойыннан айнып қалды. Пакьяоның өкілдері боксшының Біріккен Араб Әмірлігінде өнер көрсететінін мәлімдеді. Кейін WBO нұсқасы бойынша жартылай орта салмақтағы чемпион өз қарсыласын таңдауға көрермендердің дауыс беруін сұрап таңдау Амир Ханға түсті. Australian Open 2017 чемпионы Роджер Федерер мен чех жігіті Томаш Бердих Лейвер кубогының жарнамасына түсті. Бұл үшін олар жаңа командалық тур өткізетін Прагаға барыпты. Фитспорт ресурсының жазуынша Федерер мен Бердих яхтаға орнатылған мини-корттың үстінде теннис ойнаған екен. Айта кетелік, Лейвер кубогы 22-24 қыркүйек күндері Чехияда өткізіледі. Бұл жарыста Еуропа командасы әлемнің өзге елдерінен келген командалармен күш сынасады. Жарысқа қатысатын 6 ойыншының 4-еуі ATP рейтингінде көш бастауы тиіс болса, қалған екеуін капитанның өзі таңдап алады. 3 күнде 12 кездесу өткізіледі. Егер ойын тең аяқталса, қосымша матч тағы ойнатылады. Ресурстың жазуынша алғашқы Лейвер кубогының билеттері саудаға шығарылған күні-ақ сатылып кетіпті. 2200 ақш долларына дейін бағаланған абонементтер қазір билеттерді сатумен айналысатын тек интернет платформалардан ғана табуға болады. Олар әр билетке $300 сұрап отыр. Ұлттық хоккей лигасы матчына бұл жолы пингвиндер де жанкүйер болды деп жазады Пост-газет. НХЛ стадион сериясы матчы аясында Хейнсфилд футбол стадионында өткізілген Питтсбург пен Филадельфияның кездесуіне қалалық зообақты мекендеген 7 пингвин әкелініпті. Стэнли кубогы егерінің құрметіне бұл хайуандарға Кросби, Кессел, Куниц, Летанг, Малкин, Мюррей және Салли деген атау беріліпті. Трибунадағы 67 мың көрерменнің қолдауына ие болған Питтсбург 4-2 есебімен жеңіске жетті. Питтсбургтегі ұлттық хоккей лигасының матчына пингвиндер бұған дейін де келген. Команда лигаға іліккен кезде Пит есімді пингвинді өздерінің бойтұмары деп санады. Өз алаңында өткен кездесулерде бұл пингвин ара-тұра мұз айдынына шығарылып тұратын. Кейін оны басқа бір пингвин алмастырды, бірақ тірі хайуанды тұмар қылу идеясы өміршең болмады. Ештен кеш жақсы. Манчестер Юнайтедтің бұрынғы ойыншылары Дэвид Бекхэм мен Гарри Невилл жуырда 40 жасын тойлаған Фил Невиллді туған күнімен құттықтады. Mirror'дың жазуынша кездесу Париждегі классикалық француз мейрамханасында өткізілген екен. Туған күні иесінің құрметіне шампан атылып, жалғыз майшамы бар торт ұсынылды. Даяшылармен бірге Бекхэм және оның жан досы Дэвид Гарднер, Гарри Невилл туған күн иесі Филдің құрметіне ән шырқаған екен.